Баршаларыңызға сәлем достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін біз пирог жасаймыз. Өте тез дайындалатын пирог. Видео қызықты болса, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен оған қажет болады 3 жұмыртқа, одан соң сұйық май, жарты стакан, 1 стакан ұн, 1 стакан қант. Ең алдымен жұмыртқаны алып, қантпен араластырамыз. 1 стакан қант жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Осындай масса шығу керек біздің консистенциямыз. Одан кейін кішкене сұйық май. Қайтадан миксермен араластырамыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Барлық қоспаймыз. Кішкене көз мөлшерге қарай қосып араластырамыз. Осылай видеодағыдай қарап ұнды саласыздар. Араластырып миксермен. Консистенциясы осындай болу керек. Өте нәзік, жұмсақ, пышный болып шығады біздің пирогымыз. Қалған сұйық майды құямыз. Одан соң жақсылап тұрып араластырамыз. Достар, менде осындай форма. Сіздер өздеріңіз қалауынша кез келген формаға салуға болады. Пирогтың массасын құямыз. Осындай менде силиконовый лопаткамен жақсылап тұрып аламыз. Пирог өте тез піседі. Шамамен 20-30 минут. Духовкада 180 градусқа қоясыздар. Өздеріңіздің духовкаға қарай қараңыздар. Менде духовкада 25-30 минуттай піседі. 180 градуста. Құрамы өте үйдегі бар заттармен жасалынады. Сондықтан да осы рецептпен істеп көріңіздер. Шығады деп сенемін. Мінекей осылай. Достар, осындай пирог шығады. Бисквит сияқты. Үстіне мен какао септім. Әдемі болсын, көрінсін деп. Осындай істеп көріңіздер. Бисквит, яғни пирог сіздерге ұнайды деп сенемін.
Қазір бірге дәмін көреміз. Іші деген осындай, воздушный. Керемет. Осындай әдіспен істеп көріңіздер. Шайға өте дәмді. Сіздермен болған Динара. Келесі кездескенше сау болыңыздар.